Ya aynalayın. Gidip inat деген kız değil. Aynalayın yarın. Al. Severdik. Ko'pchasi baxt bo'ldi. Qalaysiz? Yuramizning kelishgan. Rahmet jimdir. Kirasiz. Muratçılık degan ağalaring bor-ku? Iya. Soning mendегі apangning qo'y. Iya. Biz o'z ko'chadagi Akul Serikning qizimiz. Au. Akul Serikning qizimiz. U bakmışsın. Oy молодец. Әже, біз сізге келіп отырған себебіміз осы жаңа жыл мейрамының қарсаңында құттықтап келіп отырмыз. Жаңа жылыңыз құтты болсын, 2026 жыл берекелі жыл болсын. Әмин. Мен өзім таныстыра кететін болсам, осы көше газеті Акулов Серіктің қызымын. Осы Мұрнымнан айналдым. 220 орта мектепте мектеп президентімін. Оласа Тоқаевтың орынбасары деп тұрсың. Мектеп президентімін. Әмин де. Әмин. Жалпы біздің отбасылық үрдісіміз бар. Әр мейрам сайын осындай жасы үлкен аға апаларымызға, аталарымызға, жерлерімізге барып, подарок сыйлықтарымызды әкеп береміз. Енді бүгін сізге келу бұйырып отыр екен. Жаңа жылыңыз құтты болсын, берекелі жыл болсын, ұзақ ғұмыр жасаңыз, сіздің жолыңызды берсін, жасыңызды берсін. Әмин. Көп рахмет дегім келеді. Жалпы айтады ғой, ана деген бір қолымен бесік тербетсе, бір қолымен әлемді тербетеді. Сізге ең мейірімді анасыз, ақжаулықты әжесіз, қаншама ұл қыздарды тәрбиелеп өсірдіңіз. Енді өзіңізге бір ана туралы жырымды жырлап берсем. Ал айта ғой, тыңдаймын. Ал. Аңсағанда тауларыңды жарып өтем. Бұл күндері төбемді бұлт басады. Сенен басқа бәрі жат, бәрі бөтен. Көлеңкешіл құрсағың ана сенің. Жарық күннің өзінен жарық екен. Сенсің ана, құшаққа мені басқан. Кездерін көп тірліктен кері қашқан. Тау құрсақта 9 ай тулап, кең дүниенің есігін теуіп ашқан. Түсінбеді, әлде ол өңінбеді, көп нәрседен жерігім жеңілдеді. Өзім сынып тептім ғой құрсағыңды, өзегімнен тебеді өмір мені. Бұл жалғанның мақсаты тергеу екен, келгендерді кебітіп жерлеу екен. Жалпақ жерге сыймай жатар маңдайым, мамау, сенің құрсағың кеңдеу екен. Әй, молодец, айналайын. Жақсы еді ғой мынау. Біздің отбасымыздың атынан сыйлық. Құдай жаным. Бұлайсыз да келуге болады ғой. Рахмет. Мен де сендер сияқты бала болдым. Пионер болдық, ол кезде пионер бар еді. Содан кейін комсомол болдық. Содан кейін мәдениет үйіне жұмысқа келдім. Мәдениет үйінен Мұрат ағаңмен танысып, екеуміз 1965 жылы үйлендік. 60 жыл бірге өмір сүрдік. Сосын январдың 6-сында былтыры қайтыс болды. Келгеніңе қуанып отырмын. Рахмет әже көп сізге. Өсер бала өзі солай талаптанады. Кішкентайыңнан жан-жақты болып, барлығын біліп, жан-жақты болып өссең, сен керемет қазақтың тамаша қызы боласың. Тамаша қызы болыңдар. Екеуіңе де тілегім. Серіктің аузынан шығып қалғандай екенсің. Әкеге ұсаған қыз бақытты болады дейді. Сондықтан әкең мен шешең бірдей жүзге келсін, бірге өмір сүрсін, бірге қартайсын. Сендердің қызықтарыңа тоймасын. Сенің азамат қазақтың халқының сүйікті қызы болғанын көрсін. Халқының ардақ тұтқан қызы болғанын көрсін папаң. Менің беретін батам сол. Алла әумин дерсін. Мінекей дәл осы тұрғанда біз әжеміздің үйінен ақ батасын алып шығып келдік. Осындай бізге күшті сарқыттарын салып берді. Рахмет сізге әже. Ақ батасын берді бізге. Күшті болды. Әже сізге көп рахмет. Ұзақ ғұмыр жасаңыз.